Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, армысыздар достар. Сіздердің алдарыңызда сауарына, мұнан блогерлерге бір жаңа слайд-шоу түсіруге арналған осындай құрал Sony Vegas Pro қазақша гайдын сіздерге қазір екінші бөлімін түсіндіріп өтемін. Ең біріншіден назар аударғандарыңыз жөн, мынау вкладки деп айтылады. Вкладки. Ол барлық программаларда бар. Ол вкладкалар. Сол себептен соған мән бергендеріңіз жөн. Бірінші интерфейс, мынау интерфейс, барлық интерфейс деп айтылады. Осы интерфейс, мынау монитор, мысалы, мынау триммер, мынау вкладкалар, сол вкладканың ішіндегі терезелер. Яғни бірінші вкладкамыз қазақша аударғанда қосымша беттер дейді. Осы қосымша беттердің ішінде біріншіде мына Sony Vegas Pro 12-ның ішінде проводник деген тұрады. Барлығыңыз білет деп ойлаймын. Сол себептен бұл жерден алып келетін видеоларыңыз тікелей сол папкілерден, тікелей сол файлдарыңызды алып келетін осы проводник арқылы алып келуіңізге болады. Мысалы, ең ішіне кіресіз, мынау. Келесі, медиа файлы проекта. Бұл бізге өте маңызды, өте керекті нәрсе. Бұның терезесі бізге өте маңызды. Міне все файлда тұр. Мысалы, осы жерге мен қазір видео алып келемін. Сіздерге бірден алып келіп көрсетіп кетейін. Мысалы, мен мұна E деген папкіден алып келемін. Бұлай кәдімгі мой компьютерге кіріп, сөйтіп алсаңыздар да болады. Экспорт Adobe Premiere Pro. Сауарына, мысалы, мына жерде бір бұрынғы түсірген видеоларым бар. Содан кейін мына шумды алып келейін. Яғни мен шығып кете берсем болады жаңағы папкіден. Мына жерге тікелей алып келдім, көрдіңіздер. Осы біздің басты мақсатымыз, басты керекті нәрсе видеоларымыз, материалдарымыз, немесе суреттерді алып келу керек, немесе дыбыстарыңызды алып келсеңіздер болады, звуктарыңызды. Келесі переходы. Переходы ол қазақша тілге аударғанда ауысу немесе өту. Белгілі бір екі видеоның ортасына салатын бір эффекті, мысалы эффекті, оны біз переход деп айтамыз. Сол переход бізге өте маңызды. Мысалы, бір екі видеоның ортасын салған кезде өсіп ауысып кетеді ғой, соны переход деп айтамыз. Жаңадан бастап келе жатқан азаматтарға сөйтіп анық түсіндіріп айтып отырмын. Келесі видео спецэффекті. Видео спецэффекті біздер былай спецэффекті болғанда біз эффект деп айтамыз. Негізінде былай қарапайым жалпақ тілмен айтқанда эффекттер дейміз да. Мысалы, эффект лап, аудиус дейді, софт дейді, контраст дейді. Мысалы, міне контраст ақшылдау көрініп тұр. Сіздерге өте ыңғайлы көрініп тұрған шығар. Мынау қазір мысалы кәдімгі обычный контраст берген кезде осындай кішкене қараны қара қылып беретін, ақты ақ қылып беретін осындай эффекттеріңізді, беттеріңізді, беттердің видеолардың кішкене қазір кейінгі сабақтарда сіздерге түсіндіріп өтемін. Бірақ жалпы эффекттер осының ішінде жатыр. Міне осы вкладканың ішінде видео спецэффекті, мына жерде переходы. Жалпы ағылшын тілінде транс бірдеңе деп тұрады, транслейт бірдеңе деп. Ананың ішінде ағылшында эффект деп тұрады. Специал эффект деп тұрады шығар ағылшында. Мен бірақ ағылшын тілін жүктеген жоқпын, сол себептен мен қазір сіздерге дұрыстап айтып бере алмаймын. Жалпы менде қазір орысша түрі орнатылған. Келесі генераторы мультимедиа деп тұр. Генератор мультимедиа ішінде тексті, мысалы титл, жалпы сөздер, мысалы сіздердің сөйлемдеріңіз барлық сөздер, барлық тексттеріңіз жазатын болсаңыздар осының ішінде жатыр. Ең соңғысында генератор мультимедиа. Яғни генератион, ағылшынша айтқанда генератион, мультимедион дейсі сөйтіп жазылатын шығар. Енді мен бірақ орысша орнатылғасын ағылшын тілін біле алмаймын. Мынау ішінде жаңағы әртүрлі эффекттер бар. Яғни бір артық болады ғой, бір әр недегі программалар, сол сияқты. Мынау арнайы тексттер. Арнайы сіздерге арналған осындай әртүрлі бағыттағы жанрдағы осындай тексттер бар, соны сіздер қолдансаңыздар да болады. Бірақ кейінгі сабақтарда мен сіздерге түсіндіріп өтемін. Бірақ бүгінгі танысу бастамасы ғой. Келесі интерфейсіміздегі келесі тереземіз, терезешік. Жалпы айтқанда мынау триммер деп айтылады. Триммер бұл как біздің плееріміз да. Мысалы біз кино қараймыз ғой. Видео, мына жақтағы бір видеоларды қараймыз. Мысалы, мына жердегі мен бұрынғы түсірілген видеолар,
мысалы мынау сауарна деп отырмын, дайын міне Windows видеоплеерімен істеп отырмын, а мына жерде мен былай аударып, мен қарап алу үшін, ыңғайлы болу үшін мына жерден қарап аламын да, не туралы. Түсінікті, көріп алдым деп. Сол сияқты триммер мысалы кейбір кезде ол да бөлетін жерлері де болады, бөлмейтін жерлері де болады, бірақ маған қатты қажеті жоқ. Триммермен ешқашан мен жұмыс жасап көрмегенмін. Кейде жасаймын, бір ыңғайсыз жерлерде, бір ыңғайсыз видеоларымда триммер арқылы жұмыс жасаймын, бірақ дәл қазір маған керегі жоқ. Енді қадірменді көрермендер, мынау дорожка. Яғни ол дорожканы бірден былай алып келуге де болады. Былай да алып келесіз. Өзі автоматты түрде жаңағы аудиодорожкасын өзі ашты. Немесе тағы да вставить аудиодорожка дейтін көріп тұрсыздар ғой. Тағы да бір дорожка қосын. Тағы да қоссаңыздар да болады. Жалпы мынау дорожканы сіздерге түсіндіріп өттім. Ендігі мәселе жігіттер мен қыздар, мысалы видеомонтажбен жұмыс жасайтын азаматтар, біріншіден видеоны салмастан бұрын сіздерге бір түсіндіріп өтіп кетейін. Ең алғашқыда проект деген болады. Видео монтаж жасаған кезде ең біріншіден проект ашуыңыз керек болады. Яғни оның разрешениесі, кеңдігі, не үшін арналған монтажыңыз. Мына кнопканы көрдіңіздер ғой? Тағы да көрсетейін. Міне мына кнопка, немесе мына кнопка, екеуі де бір кнопка. Мынау сіздің проектіңіз қазіргі. Міне мен қазір таңдап қойғаным, менің разрешением ең ыңғайлысы маған HD 1080 24 частота кадров деп аталады. Мен соған қоямын да, сосын мына жерден мен частота кадровты 25-ке қоямын, пал. Міне содан кейін порядок полей отсутствует жазып қойдым. Содан кейін мына жерде соотношение сторон пикселя дейді. Мен осылай стандартта қойып қойдым. Поворот выходного сигнала деген бар. Мен оны 0 қойып қойдым. Содан кейін режим стереоскопического дейді. Оған қоймағандарыңыз жөн, себебі бұл 3D. Оған мен қатты білімім жоқ, сол себепті мен қоймаймын. Формат пикселя дейді. 8 биттік қойып қойдым стандарт бойынша. Мына жерде тоже. Мен компьютерім қатты өте мықты деп айта алмаймын, сол себепті мен орташа хорошайға қойып қойдым. Тип размытия движения дейді. Жалпы Гауссова деген қойып қойдым. Смешать поле. Енді көріп тұрсыздар ғой мына жерде. Мен соған қарап стандартқа қойып қойдым. Негізінде қадірменді көрермендер YouTube-қа, мысалы Let's Play немесе видеоблогерлерге арнайы немесе ВКонтактеге салған кезде, арнайы ВКонтактеге видеосын салған кезде разрешение мынандай болу керек. Қазір айтамын. HDV негізінде HD'да жоқ, HDV-да бар. Міне HDV деген HD-дан жоғары түрі деп айтылады. HDV, HD. Соны біліп алыңыздар. HDV-да міне 720-да 25 частота кадров пиксель. Осымен жұмыс жасауға 1280-де 720. А бірақ мен қазір мынау программа енді монтаж жөнінде гайд түсіргесін мен сіздерге ыңғайлы көрінсін деп разрешениені үлкен қылып монтажаймын. Осындай Sony Vegas болсын, Adobe Premiere Pro болсын, осындай разрешениеде мен жұмыс жасаймын. Содан кейін аудио. Аудио ол менде қазір стандартпен тұр, разрешающая 16-лықта тұр, ешқандай не жоғары емес, не төмен емес. Частота сэмплирования. Жалпы ол менде 48-де тұр, мегагерц па, гигагерц па, сондай бірдеңе. В общем, айтқанда 48 самый стандарт. Нормально қазіргі бағытта. Бұған арнайы папка не алып қойсаңыздар болады, арнайы бір дыбыстарын бөлек жазуға да болады, сондай бір картошкарту. Мен оған басында ауыртқым келіп отқанда жоқ. Ары қарата жалғастырамыз. Шкала деген мынау болу керек, жалпы дорожка. Қателеспесем. Маған ол қатты қажет жоқ, басында ауыртқым келіп отқанда жоқ. Мен осы стандарт бойынша қалай қондырылды, солай тұрғанды жөн. Короткое описание. Жазып қойсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Аудио, CD, мынау картошкарту, ол маған қатты қажет жоқ. Болды. Міне, проектіңіз сіздің мақсаты бар. Ең маңызды мақсатыңыз сол жасаған кезде керекті нәрсеңіз. Содан кейін
мына триммерді таныстырдым. Монитор, міне монитор. Егер де сіз монтаж жасаған жағдайда, мысалы клип болсын, клипте өте маңызды болған кезде сізде 2 монитор болған жақсы. Бірден соң бірінің екінші монитор жалған тұрса, мына мониторды қосып қойып, сол монитордан үлкен кең разрешениеге қойып қойып, осы основной мониторыңыз ғой, осыған қарап жұмыс жасайсыз. Мысалы мен қазір мынаны бояймын да. Осы мен бояуым керек. Мысалы осы жерін бояуым керек. Осы жер емес, барлық жері боялады ғой, бірақ екінші мониторда мынау үлкен болып көрініп тұрады. Мынау. Егер де сіздердің Sony Vegas Pro'дағы программаңыз ағылшын тілде тұрса, мына жерде full деп тұрады, fullға қоясыз. Себебі бұл үлкен барлық, мысалы кішкентай көрініп тұрмасын деп, барлық жаңағы видеоңыздың барлық жері көрініп тұратындай қылып fullға қойып қойыңыз. Мына жерде орыс тілінде, егер осы менен жүктеп алсаңыздар, осы стандартпен тұрғандары жөн. Sony Vegas Pro'да менде қазір дыбыс шықпайды, бірақ мына дыбысты азайту үшін мен мына жерде кішірейтуіме де болады, децибелін. Былайда кішірейтуіме болады. Немесе мына жерден тұрып кішірейтуіме де болады. Бірақ көріп тұрсыздар, келесі сабақта сіздерге дұрыстап түсіндіріп өтемін. Мынау неге бөлек жүрмейді, дыбысы неге мынау үстіндегісімен бірге жабысып тұр, соның барлығын түсіндіремін, және бір-бірінің арасында переход қалай салу керек екен, және қалай бояу керек екен сіздерге дұрыстап түсіндіріп өтемін. Сол себептен келесі бөлімді күтіңіздер. Барлығыңызға рахмет.